Hold up. Ассалаумағалейкум достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Біздің сабақ көптен бері шықпай кетті. Бұл сабақ 105-ші сабақ болғасын, әр 5-ші сабақты мен ерекше қылуға тырысамын. Достар, бұл сабақтың аты Кари Арт. Мен кеше ғана пост жіберген болатын, қандай атау қойсақ болады деген. Соның ішіне маған ұнағаны Multi Ava және де Кари Арт деген болды. Осы екі атаумен атасаңыздар болады, бірақ Кари Арт деген кішкене жақын болды. Multi Ava деген де ерекше достар. Ал біз сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақ Кари Арт. Маған Бақа Пупердің сабағы фотосы керек болды. Көбісі айтып жатыр, Бақадан басқа адам жоқ па деп. Бірақ та бұл фото шынында өте керемет келіп тұр. Бақаның фотолары негізінен маған көбінесе фотошопқа өте ыңғайлы болады. Неге қайшы батырманы басамыз да, дәл осылай қызыл қылып белгілеп аламыз. Неге достар, қызыл қылып белгілеп алайық жан-жағын. Бұны білесіздер, бірінші очерт не үшін басты ғана алып жатқанын білесіздер. Біз басты ерекше қылып тек қана өзін бөлек қырқып алатын боламыз. Бастың өзін дәл осылай қырқып аламын. Неке енді осы қырқылған басты қазір достар неке жоғары жақта енді кішкене загрузка өтеді. Дәл осы бізді бастарыңызды жеке осылай жеке өзін қырқып аласыздар. Бұның өзін отдельно сақтап аласыздар. Егер артық қалған жерлерін өшіргіш, бұл жермен өшіруді кеңес бермеймін. Шыны керек бір түсті қылып өшіреді, бір четко қылып қатты қырқып тастайды. Бұның өзін жеке сақтап алайық. Шығып неке назад белгісін басамыз, яғни артқа бір батырманы басамыз. Баяғы фотоны қалпына келтіреміз. Енді осы жерден добавить фото арқылы неке жаңа қырқылған басты аламыз. Неге дәл үстінен таңдаймыз, добавить фото арқылы. Жақсы, әрмен қарай енді достар, басты үлкейтіп, енді денеден үлкейтеміз достар. Бұның бір ерекшелігі де осы бас адамның денесінен үлкен болып тұру керек. Неге жаңа өшірілмей қалған жерде осы жермен өшірсеңіздер болады. Себебі міндетті түрде өшіресіздер, барыбір иектен, жақтан, яғни бір-екі жерлер қалып кетеді. Бұл жермен өшіргеннің бір кереметі өшіргішті, яғни жұмсақ қылып өшіруге болады. Неке енді басты осылай кішкене келтіріп, өзіңізге ыңғайлы қылып дәл осылай келтіріп аламыз. Мынаның уже карикатура дейміз, сол бағытқа кішкене келеді. Енді инструменттен растяжка деген. Көріп үлгермегендер болса артқа қайтарып көрсеңіздер болады. Растяжка, неке размерін үлкейтеміз. Мощность деген бар. Соны до конца қылып, немесе бір 60-тан асырып қойсаңыздар болады. Енді астынан бастап осыны жіңішкерте береміз. Бел жағын жіңішкертеміз неке достар. Дәл осылай иықты барлығын енді бастан кішкене жіңішкертеміз. Тура бір құмыраннан шығып тұрған сияқты қылып жасаймыз. Иықты бәрін кішірейтеміз. Енді достар, бұны жасаған кезде қатты бір ойып жібермеңіздер, өзінің орнымен текстеп, шынымен адамның денесі сияқты қылып істеңіздер, то есть. Неке достар, енді әрмен қарай бетке ойысатын боламыз. Енді жоғары жақтағы көріп үлгермегендер болса, жоғары жақта құлыпты басып қойсаңыздар, дәл осылай бояп қойсаңыздар, бұл функция бұл жері ешқандай да өзгеріске ұшырамайды. Сіздер бұл дәл осылай бояп тастасаңыздар, бұл жер. Қазір мен жасайын деп отқан жақты былай қарап, ішке қарап кішірейтем. Тура бір мультфильмдегі сияқты жасаймын. Неке жаңа көріп үлгермегендерге осы функцияны пайдаландым. Енді мінекей бірінші функцияның үстінен басып қойып, осылай жақты ішіне қарап кіргізетін боламыз достар. Размерін кішірейтіп алыңыздар, мощностьті да қатты қылмай-ақ, бір где-то 50-ден асырып қойсаңыздар болады. Жақты дәл осылай кіргізіп аламыз. Жақта өтірік болып кетпеу керек. Неке, мына жақта да кішкене ішіне кіргізейік. Егер көрмегендер болса, жақындатып көрсетейін. Дәл осылай жақты ішке қарап кіргіземіз. Енді иекті де кішкене шынайылыққа, барынша мультфильм дейді ғой, солдағы персонаждарға ұқсататын боламыз достар. Неке, иекті де кішкене астына тартайын. Енді болды енді достар. Жағы тура келген сияқты. Енді жоғарыдағы құлыптың бастырмасын басып, енді жоғарыдағы басын өшіреміз да, қалған жерлерін бояймыз. Боялған жер білесіздер, ол жер өзгермейді. Әйтпесе қолдарыңыз қай жерге тиіп кетеді, сол жерді өзгертіп жіберуі мүмкін. Бұның бір минусы сол. Ал енді басты да дәл осылай кішірейтеміз. Тек қана құлақ, беттің тұсы ғана былай шығып тұрады да, бас пен ауыз жақ осылай кіріп тұрады. Енді қазір мультфильмді көретін болсаңыздар, мінекей, уже сәйкес келді. Көрдіңіздер достар, дәл осылай болады. Мінекей, осылай істеген кезде кішкене мультфильмге ұқсады. Неге достар, енді әрмен қарай біз көзін үлкейтеміз. Егер тура келмеген жерлерін турлай бересіздер, мінекей қызылмен көрсетілген жерді басамыз. Көзге қарап жақындатамыз, размерін кішірейтіп аласыздар. Мінекей, енді көзді ұрып шығамыз. Мінекей, мощностьін кішкене көтерейін. Бір жерді ұрып қоймай достар, айналдыра ұра беріңіздер. Себебі бір жерді ұрсаңыздар, тура сол жерді қатты қылып шығарып жібереді. Айналдырып бірдей қылып шығамыз. Көз үлкейтудің себебі барынша мультифотоға сәйкес келуі. Мінекей,
болды, осының өзі де бір керемет артқа сәйкес, яғни мультиаваға ұқсап кетті. Енді біздер әрмен қарай терімен жұмыс істейтін боламыз. FX-ке кіріп, правкиға ең соңындағына кіреміз. Лицаның үстін басамыз. Лица деген функция, бұл енді теріні барынша мультифото болғасын, достар, теріні теп-текс қылып сызамыз. Как будто бір қолмен боялған сияқты қылып шығамыз. Барынша қыртыс-қыртыстарды. Мінекей, достар, боя, яғни кистпен тек қана терінің үстін ғана бояп шығамыз, достар. Егер результат көрінбей жатса, өздеріңіз істеп көріңіздер, бұл функцияның кереметтілігін. Барынша тек қана тері, ерінге, тіске, жаңағы қасқа, көзге тиіспейміз, достар. Максимальный размерін кішкене үлкейтіп, мінекей, теріні осылай мультифото сияқты қыламыз. Кішкене терісі жылтырады, көрдіңіздер. Енді әрмен қарап шашқа өтеміз. Шаш, арттан мінекей осы бірінші функцияны басамыз. Бірінші шаштың өзін істеп аламыз, достар. Шаш пен киімді осы арт арқылы істейтін боласыздар, яғни шаш пен киімді бірдей істей салсаңыздар болады, бірақ та екеуінің функциялары әртүрлі болады. Біреуіне қатты беру керек болады, артты, біреуіне азғантай беру керек. Мінекей суманы кішкене настройканы турлайсыздар, енді өздеріңіздің шаштарыңызға, яғни суреттеріңіздің сапасына байланысты көресіздер, достар. Мінекей бірінші шашты істеп алдық. Жақсы, қайта FX-ке кіреміз. Арт, бірінші функция. Артқа кіріп, мінекей қазір арт, мінекей бірінші функция. Бірінші функцияның үстін басқан кезде енді киімді бояп шығатын боламыз. Иньян белгісі бояғышпен киімді жақсылап белгілеп шығатын боламыз, достар. Киімді бөлек, шашты бөлек істейтін боламыз. Егер фотоларыңыз өте қатты сапалы болса, бетке де жай-жай істеп көрсеңіздер болады. Бетке де әдемі түседі, достар. Жақсы, бұл жерден кішкене киімді не қыламыз? Киімді қатты қылып жіберудің керегі жоқ. Кішкене артқа ұқсап тұрса болды, достар. Кішкене қолмен салынғанға ұқсап тұрса болды. Бақырай түсінен баса берудің қажет жоқ. Енді әрмен қарай инструменттен жарық беретін мінекей мына бір функцияға кіреміз да, қазір беттің яркость түскен жерлерін көреміз. Енді бұны істеудің қажеті жоқ, достар. Просто мен сіздерге қалай дейді, үтір нүктесін нешін түсіндіргім келеді. Арт салған кезде білесіздер, бір бетке жарық, бір бетке қараңғы тең береді, яғни кішкене адамның бетіндегі бет екенін білінсін деп бізге фотошоперлер жіберіп жатқан кезде бетінде тені жоқ қой, жарық жоқ қой деп айтып жатады. Сол үшін біз бұл функция арқылы қазір бетке жарық және тең беретін боламыз. Мінекей осылай беттің жарық жерлерін кішкене қылып аласыздар. Мінекей кішкене артқа түсіреміз. Егер сіздерге арт салу оңай болса, арт қылып салсаңыздар болады. Егер сіз мен сияқты арт салуға өте ерінетін болсаңыздар, осы әдісі сіздерге өте қолайлы. Жақсы, әрмен қарай FX-тен енді біздер тағы да правки. Бұл жол правки мен арт деген функцияны өте көп қолданатын боламыз. Правкидің ең астында загар деген функция бар, достар. Мінекей, загар, яғни адамның бетін қарайтады. Қазір көрсетейін, мінекей, соны басып қоясыздар да, мінекей дәл осылай қарайтады. Осы қара арқылы біз бұл қара негізінде загарға пайдаланады, бірақ біз бұны тен ретінде пайдаланатын боламыз. Мінекей, енді қазір адамның тен түсетін жерлерін бояп шығайық. Мына жерден енді көресіздер, размерін кішірейтіп, твердості азайтып, не қылып өздеріңізге сәйкес қылып аласыздар. Иектің асты, мінекей, иектің астын мінекей твердосы кішкене азайтып алсалайын. Мінекей, иектің асты көлеңкі болып тұрады, осы жан білесіздер. Кішкене қаралау қыламыз. Дәл осылай қап-қаралып қоя салмаймыз, достар. Қазір бұның күшін азайтып, солай жасаймыз. Размерін үлкейтіп, твердості азайтып, кішкене ортада қоюлықты да азайтайын, достар. Енді мына жақ бет, яғни мына бет. Осы бетті кішкене тең беретін боламыз. Енді қазір настройкасын қараңыздар, достар. Дәл осылай бояп шыққасын, загарды окей басып шығып кетпей тұрып, мінекей мына күшін ары-бері азайтып көресіздер. Мінекей күш азайғанда қандай, көбейген кезде қандай. Егер артық жерлер болса, мінекей өшіргіш батырмасын басып, өшіріп тастасаңыздар болады. Мінекей мына жақта уже кішкене керек емес деу жерлері бар. Бұны істесеңіздер де болады, істемесеңіздер де болады, достар. Просто бұл кішкене шынайылық кіргізеді, артқа как будто қолмен салған сияқты қылып көрсетеді, достар. Біріншісінен соңына шейін результатын өздеріңіз істеп көріңіздер. Көрдіңіздер, кішкене бетте жарық, тең бар, кішкене артқа сәйкес келді. Енді әрмен қарай рисоватпен жұмыс істейтін боламыз. Бұл жерден біз жай ғана шеңбер жасайтын боламыз, пустой слой. Бұны аққа бояйтын боламыз, достар. Аққа бояп, енді мына жерден өшіргіш таңдаймыз. Бірінші ақтың күшін азайтып аламыз, себебі арттағы адам көріну керек. Мінекей өшіргішті баспай тұрып, достар, шеңберді таңдамаңыздар. Өшіргіштің үстінен басып қойып таңдаңыздар. Мінекей дәл осылай домалақ қылып өшіреміз ақты. Мінекей ақты дәл осылай өшіретін боламыз. Кішкене сәйкестендіріп алайық. Басқа
бастың жартысы міндетті түрде ақтың ар жағында қалу керек, дәл осылай. Как будто бұл бір жағынан 3D сияқты болады, ақтың ішінен шығып тұрған сияқты. Инстаграмға салған кезде бір ақтан шығып тұрған сияқты бір керемет көрінеді достар. Енді әрмен қарай өшіргіштің өзін басамыз. Өшіргіштің өзін басып мына жерден жұмсақ бір кесті таңдап аламыз да, қазір басын өшіріп шығатын боламыз. Енді көріп жатсыздар достар, енді білмеймін, аса қатты өзіме сіздерге қайдам, өзіме аса қатты қиындығы жоқ, бірақ керемет результатты фотошоп аласыздар. Енді арт салуға қиналатын жігіттер, қыздар болып жатса, неге басын осылай өшіріп шығасыздар. Енді бұл дәл осы рисовайтпен көрсетіп жатқан кезі достар, бұл арт болмаса да басқа бір фотоларға да керемет сәйкес келеді. Мінекей енді ақтың күшін көбейте саламыз, болды. Мінекей инстаграмға қоятын алға дайын. Мінекей достар, біздің сабақтың аяғына да жетіп қалды. Бұл сабақтың идеясы маған қайдан келді десеңіздер, бір апта бұрын Баха-Пупер осы бағыттағы бір фото салған болатын, бір автор істеп берген болатын, бір фотошопер. Бұл негізінде компьютермен жасайды, маған өте қатты ұнағасын, қалай да болсын бұны телефонмен жасалу жолын таптым. Сіздерге ұнады деген ойдамын достар, пайдам тисе өте қуаныштымын. Сіздермен болған мен Мико Про. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.